Аденова Зәуреш Амалбекқызы. Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, нөмірі 7-ші Тұран мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Еңбек өтілі 16 жыл. Білім медиа групп компаниясы ұйымдастырған жаңашыл ұстаз байқауында 4 рет финалист атанған. Сабақ өтілетін сынып 9-шы сынып. Пән қазақ әдебиеті пәні. Тақырып Ғабит Мүсірепов, Ұлпан романы. Менің ұстанымым: әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, ғылым білімге қызығушылықтарының оянуына түрткі болу. Мен шәкірттерімнің тек білім алып қоймай, өнерлі болуына да үлес қосамын. Әр дайым жандарынан табылуға, қолымнан келгенше қолдауға тырысамын. Ұлттық құндылықтарды бойына дарытқан ұрпақ болып өсуіне үлес қосамын. Сабақтан тыс уақытта аудандық кітапханаға, серуенге алып шығамын. Шәкірттерім әртүрлі байқау мен сайыстарда жүлделі орындар алған. Аудандық дөңгелек үстелде ай-тест оқушыларды ұбт-ға дайындаудың тиімді жолы тақырыбында іс тәжірибем таратылды. Бұл 2019 жылғы жаңашыл мұғалім байқауына жолдаған сабағым. Ал бұл елімізде карантиндік шектеулер қойылған кездегі онлайн мектеп сабағы. Жаңашыл мұғалім 2020-2021. Ал бұл жаңашыл мұғалім 2022 байқауына жолдаған сабағым. Жаңашыл мұғалім 2023 байқауында жүлделі орын алайын деген ниетпен назарларыңызға кезекті сабағымнан үзінді ұсынамын. Мен бұл сабағымда ай-тест, білім-ленд, онлайн мектеп платформаларын және сергіту сәттерін, әртүрлі әдістерді қолдана отырып өттім. Ұлпан романы бірінші бөлім. Kızıl, jasıl, gül, kızıl, jasıl,